Енді біз тағы да Canva приложениесі арқылы конверт жасаудың тағы да бір түрін үйрететін боламын. Мобильный видео деген форматты таңдаймыз. Создать пустойды басамыз. Элементтерді басып, поисктен квадрат деп іздейміз. Квадрат, фото. Мына түсін таңдаймын. Және оны өстіп қоямыз да, ыңғай созамыз. Және осыған элементтерден бір ой қойық. Немесе кез келген элементтерді қоюға болады. Поискпен іздесеңіздер, моншақ қойғыларыңыз келсе, бусины, бусинки деп іздейсіздер, гүл қойғыларыңыз келсе, цветы деп. Енді өздеріңіздің қойғыларыңыз келген элементті осылай поисктен іздеп қоя берулеріңізге болады. Мен қазір қазақша не қояйын, орнамент. Казахский орнамент, графика деп іздейміз. Осы жерде бір оюды таңдап алайық. Кез келген бір оюды таңдай салайын. Осыны қойып, жылжытып, бұрышқа осылай қойсақ болады. Плюсті басып, екінші жағына қарай көшіріп алайық. Енді бұны түсін аққа бояйық. Аққа демірек көрінетін сияқты мына жерде. Енді бұны екінші жағын жасаймыз конверттің. Элементтерге барып, круг деп іздейміз. Жерден бір кругты таңдай салайын. Енді бұны түсін маған сәйкестендіріп жасауымызға болады. Немесе осылай. Енді осыны үлкейтеміз. Осылай созып үлкейтеміз. Мына бетке осылай сәйкестендіріп қояйық. Енді осыған, осы конвертіміздің бір жағына тағы да ой қояйық. Казахский орнамент деп. Казахский графика деп басайық. Енді дөңгелек келетін бізге іздейік. Тағы да бет басып көрейін. Бізге қандай ой керек? Домалақ. Мысалы, мынаны қойып көрейік. Мынаны өшірейік, мынаны қойып көрейік. Осыны осылай созып, осылай келтіріп алуға болады. Бұны түсін өзгертейік аққа. Мына осындай болып шықты. Енді бұны келесі бетке көшіріп алайық. Дублировать етеміз. Мынаны келесі бетке көшіреміз, дублировать етіп. Енді мынау екінші бетте тұрған, біздің екінші бетте тұрған мыналарды алып тастаймыз.
мына оюды кейде осылай келмей қалып жатса, осылай осындай қоллыққа да басуға болады. Осылай келтіреміз. Енді мынаны алып тастаймыз. Екінші бетте мына бір өзі осылай тұру керек. Енді бірінші беттегі мынаны алып тастаймыз. Мына жағын, мынаны алып тастаймыз. Енді бұларды біріктіреміз. Мынаны басып, үш нүктені басып, выбрать несколько деп бұлай таңдаймыз. Және бұларды группировать етеміз. Енді келесі бетке барып, мынаны да өсіп, выбрать несколько деп екеуін басып, группировать етеміз. Енді бұларды скачать етеміз. Скачать тип файла дегенде PNG формат. Соңынан апарамыз. Прозрачный фон деген галочка қоямыз. Скачать дейміз. Енді бұл жүктелді. CapCut'қа барамыз. CapCut приложениесіне барып, осы жерден ашылу анимациясын жасаймыз. Мына видеоны таңдаймын. Мына жерде наложение дегенді басамыз. Добавить наложение, фото. Мыналарды басып, добавить дейміз. Мынаны осылай екі қолмен созып, осылай келтіреміз үстіне. Тағы да добавить наложение. Екінші жағын. Бұны да осылай созып келтіреміз үстіне. Енді слой дегенге барып, жағы бірге слой керек емес. Енді біз анимацияны таңдаймыз. Так, мына біріншіге анимация берейік. Вывод дегенді таңдап. Так, скольжение. Мынаны таңдайық. Және 6 секунд қойық. Енді ана астына түсіп, бұған да анимация береміз. Вывод. Тағы да скольжение направо дегенді таңдаймыз. Осылай жасай бересіздер.